Бірде жол түсіп, Байқоңырға жол сапарға шықтым. Пойыздың іші ыстық. Купеде менен басқа жас шамасы 60-тағы кісі отырды. Аға, сіз есіміңізді айтпадыңыз ғой, дедім. Мен атымды айта бермеуші едім. Жай сұрадың ба? Менің атым Өлік, деді. Өрік пе? Дедім. Жоқ, Өлік, деді. Мұна кісі мені мазақ етіп отырма деп ойланып қалдым да, атының қойылу себебін сұрадым. Мен атымды айтсам осындай сұрақ туады. Сосын атымды айтудан тартыншақтаушы едім, деді ол. Жол қысқарсын, саған айтайын, інім. Әкем менің алдымда 6 перзент көріп, бәрі де 2-2,5 жаста, көз түйеме, сөз түйеме білмейм, шетіней беріпті. Сонан соң 7-ші боп мен дүниеге келіппін. Сонда достары: «О, Ілеке, сүйінші, ұлды болдыңыз, құтты болсын», деп қуаныш білдірсе, әкем сол қалпында қозғалмай ауыр күрсініп: «Әй, ол да бір өлік қой», депті. Таңғалған достары сәл үнсіздіктен кейін: «О, Ілеке, атын қойсаңызшы, адам баласы ғой», десе, «Өлік деп қоя салыңдар», депті. Сонан менің атым Өлік аталып кеткен. Ол антты айтқан сайын қиналам, деді ол. «Аға, паспорт алғанда бір әріпті өзгертіп Өрік деп жаздырмадыңыз ба?» дегеніме, «Ол ойда болды, бірақ соған әкем қарсы болып жаздырмады», деп жауап берді. Сол кезде Тереңөзек станциясынан өтіп бара жатырмыз. Міне, мынау менің ауылым. Талай мал іздеп балық аулаған, балалық шағымның қызығы мен шыжығы қайнап тұнған жерім. Қараөзек бойы жайлауымыз, жылқы, сиыр, Құдайға шүкір баршылық. Жалғыз бала демеді, әкем мені аямай жұмсады. Анам тоңып қалады, аттан құлап қалады, суға батып кетеді деп шырпыр болушы еді. Ойбай ау, бұл менің 7 қазынам ғой дейтін. Сондағы мен 7-ші баласымын. Анам мені арқалап жүріп, 7 күлшесін таратудан басқа жұмысы жоқ болатын, деп көзін алақанымен сүртіп өтті. Біраз үнсіздіктен соң, жабырқау жанын сергіту үшін: «Әңгімеңіз қызық екен, қазір өзіңіздің неше балаңыз бар?» дедім. Қалдыбай жан, көрден қазып алған 11 балам бар», деді. «Астапыралла, көрден қазып алды ма қалай?» деп мен үндемей қалдым. Қотырға шиқан қосылғандай болды өзі, деп күлдіріп қойды да әңгімесін жалғастырып кетті. Сонан соң мен 13 жасымда бір үйір жылқымды іздеп ұзап кетіп тұманда адастым. Көктемнің соңы, жаздың басталу шағы. Ізгесіп қырға шығып кеткем. Ол кезде малшылардың үйіне қонып түстеніп жүре береміз. Әкемнің айтқаны есімде: «Адасқан адам молаға жақын барып түнесі бәле жәледен, қауіп қатерден әруақтар қорғайды», деген. Сол есіме түсіп, молаға жақын келіп қондым. Жаздың түні қысқа, шағал ұлиды. Байғыздың дауысы қатты қорқынышты, оған қоса жылаған адам даусынан қорқып ұйықтай алмадым. Таң бозара моланы араладым. Жылаған адам дауысы жақын жерден шығады, әйел дауыс. Сонан бір кішкене ғана жерде жаңа көмілген бала қабір, қамысы да толық жабылмапты. Соның ішінен адам дауысы естіледі. Тездетіп қабірді қаза бастадым. Сөйтсем, 9 жасар қыз баланың денесі. Дереу үстімдегі шекпенімді шештім де, қызды орап атқа мінгізіп, атымды жетелей жөнелдім. Осы маңайда ел бар екенін байқадым. 1-2 қырасқан соң, күл жағалай жайлауға тігілген 10 шақты үйлерді көріп қуанып кеттім. Жақындап барып атты талға байлап, қызды түсіріп көлеңкеге отырғыздым. Жаңағы ауылға жаяу келіп, шет күйден: «Жуырда адам жерленген үй бар ма?» дедім. «Анау үйдің немересі шетінеп кеше жерлеп келді», деді. Жүгіріп сол үйге бардым. Үйде бір әжемен 30-дар шамасындағы ер кісі бар екен. Үйге кірдім де: «Осы үйде біреу қайтыс болды ма?» деп сұрадым. Кеше», дей бергенде, көңіл айту ойымда жоқ. Бірде мен: «Ол қызды әкеліп берсем не бересің?» дедім. Сол екен, ер кісі ашуға бұлығып мені теуіп тастады. Әжесі арашалап жанымды аман алып қалды. «Қалқам-ау, бір ашуыңды маған бер, бұл бала ғой, ойында не бар дейсің?» деді. Сонан соң әжеден: «Сол немереңіздің үйде киімі бар ма?» деп сұрадым. «Қазір қарап көрейін», деп сандықтан бір көйлек пен қызыл масаты камзолын берді. Уысыма қысып алып, атыма қарай жүгірдім. Қойшы, не керек, атқа мінгізіп қызды үйге алып келдім.
сол ауылдың бар адамы түгел келді-ау деймін. Жылап жатыр, қуанып жатыр. Ал мен болсам қарным әбден ашқан тамақ жеп отырмын. Ол кезде 13 жасар баламын. Жаңағы әжем менің алақанымды сипап отырып, рахмет қалқам. Осы баланы Құдай алдында саған телідім, үйіңе алып кет демесі бар ма? Шошып кеттім. Жоқ әже, мен мал іздеп адасып елімді таба алмай жүрген баламын деп атыма міндім де тартып кеттім. Ол кезде жолда көрген білгенін айта бермейтін кез жаз өтіп күз келді. Дастархан үстінде сөзден сөз шығып, көке, мен моладан тірілей көміп тастаған адамды қазып алып үйіне апарып бергенмін дедім. Көкем сандалмай тамағыңды іш деп жекіп тастады. Шын айтам, 9 жасар қыз екен дедім. Әкем қайталап айтшы деді. Иә, әке, маған сол қызды сұраусыз саған бердім, алып кет деді. Мен атқа міндім де қаштым деуім мұң екен. Әкем біраз жерге апарып ұрысып алды. Әкем ақыры сұрай сол қызды тауып алып үйге алып келді. 2 жыл қызындай бағып, ол 11 жасқа мен 15 жасқа келгенде екеумізді қосты. Содан қазіргі таңда 11 балам бар, 6 балам аяқтанды. 5-еу бойдақ деді әңгімесін аяқтады. Өмірді жүре берсең, көре бересің деген ғажап екен. Ол заманда ұялы телефон жоқ, әттеген-ай, сол кісіні кейіннен іздеп таппай қалдым деп, әлі өкінішпен өзегім өртенеді. Келдібай Бек Тұрған. Оқыған Қуат Ахметжанов.